Сабырлы келін. Назерке деген келіншек бар еді. Оны бұл үйде ешкім жек көрмейтін сияқты көрінеді. Бірақ ешкім жақсы да көрмейтін. Қайыненесі сенің қолыңнан дұрыс тамақ та келмейді екен десе, жарайды апа, келесіде жақсырақ жасаймын деп күлімсірейтін. Қайынапалары, біз келін болғанда сендей еркелеп жүрмейтінбіз деп қағынатын. Сіздердей болуға тырысамын деп тағы жымиып қоятын. Кішкентай қайынсіңлілерінің өзі, әй жеңеше, көйлегімді үтіктеп берші, тез, қазір жаным, деп жүгіріп жүретін. Ең ауыры жолдасының көзқарасы еді. Ол Назеркенің үйдегі бар жұмысты істеп жүргенін көретін, бірақ бір рет болса да, рахмет, шаршадың ғой деп айтпайтын. Кейде Назерке кешке дейін аяқтан тік тұрып жұмыс істеп, түнде жастыққа басы тигенде ғана көз жасын сығып алатын. Бірақ таң ата қайтадан күлімсіреп шығатын. Өйткені ол бір нәрсені жақсы түсінетін. Ашумен айқайласам, мен де солар сияқты болып кетемін деп ойлайтын. Сондықтан бар өкпесін жүрегінің түбіне көме берді. Жылдар бойы көме берді. Бір күні үйде ешкім жоқ. Тып-тыныш. Назерке бөлмесінің есігін ішінен жауып алды. Сол сәтте ішінде жылдар бойы жиналған ауырлық кенет жарып шықты. Ол еденге отыра кетті. Алдымен үнсіз жылады, сосын қаттырақ, сосын айқайлап жылады. Неге мені адам орнына көрмейсіңдер? Даусы қарлығып шықты. Ол орнынан атып тұрып, жастығын қабырғаға лақтырды. Кітаптарды шашып жіберді. Орындықты теуіп жіберді. Жылдар бойы ішіне қамап қойған ашу, өпке, реніш сыртқа атқылап шығып жатты. Мен де адамын ғой, менің де жүрегім бар, мен де шаршаймын. Ол тепсініп жылады, бақырып жылады, тізерлеп отырып жылады. 1 сағат, 2 сағат, ақыры күші таусылып, еденнің үстіне құлай кетті. Сол кезде алғаш рет өзін жеңіл сезінді. Себебі адам кейде мықты болудан шаршайды. Кейде күлімсіреп жүрудің өзі ауыр жүкке айналады. Сол күні Назерке бір нәрсені түсінді. Сабыр, үнсіз қорлық көру емес. Жақсылық өзіңді таптатуға рұқсат беру емес. Өзіңді сыйламаған адамға шексіз төзе беру даналық емес. Алла адамға жүрек берген екен. Демек, ол жүректің де ауырсынуға құқығы бар. Сол күннен бастап Назерке өзгелерге емес, алдымен өзін сыйлауды үйрене бастады. Келесі күні Назерке ештеңе болмағандай ерте тұрды. Шайын қойды, нанын турады, үйдің тірлігін жасады. Бірақ бір нәрсе өзгерген еді. Ол енді бұрынғыдай емес болатын. Көзі күлімдеп тұрғанымен, ішінде бір шешім қабылдап қойған. Сол күні кешке қайын сіңлісі әдеттегідей, жеңеше, көйлегімді үтіктеп берші, деді. Назерке күлімсіреп, кешір жаным, мен қазір бос емеспін, өзің үтіктей салшы, деді. Қыз аң-таң болып қалды. Өйткені осы уақытқа дейін Назерке ешқашан жоқ деп көрмеген. Бірнеше күннен кейін қайын апасы телефон шалды. Ертең қонақ келеді. Таңнан келіп үйімді жинап кет. Кешіріңіз апай, ертең өз жоспарым бар. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Не болды саған? Ештеңе болған жоқ, тек менде шаршаймын. Бұл сөзді Назерке өмірінде алғаш рет айтты. Ал бір күні кешке жолдасы жұмыстан келіп, шай қайда? Ас үйде. Әкеліп бермейсің бе? Қолың сау ғой? Жолдасы алғашында ашуланды, бірақ Назерке ұрысқан жоқ.
даусын көтерген жоқ. Тек өзін сыйлауды бастаған еді. Уақыт өте үйдегілер бір нәрсені байқады. Назерке бұрынғыдай жүгіріп жүрмейді. Бірақ бұрынғыдан да сабырлы, бұрынғыдан да мейірімді. Тек өзін таптатпайды. Бір күні қайыненесі ауырып қалды. Ауруханаға алып барғанда қасында түнегенде Назерке болды. Дәрісін уақытында беріп, қолынан ұстап отырғанда сол келін. Сонда ғана қарт ана ойланып қалды. Біз осы қызға не бердік деп. Бір түні палатада қайыненесі көз жасын сүртіп, қызым, мен саған көп қиянат жасаған екенмін деді. Назерке үндемеді. Кешіре аласың ба? Сол сәтте келіншектің жүрегінде жылдар бойы қатып жатқан мұз ерігендей болды. Ол жылап жіберді. Мен сіздерді жек көрген жоқпын, апа. Тек бір рет болса да мені түсінсе екен деп күттім. Қайыненесі оның қолын қысып ұстап, біз сені келін деп көрдік, ал сен баяғыда-ақ осы үйдің қызы болып кетіпсің. Сол түні екеуі ұзақ жылады. Кейде адамды өзгертетін айқай емес, кейде адамды өзгертетін үнсіз төгілген көз жасы болатын. Ал Назерке сол күні бір ақиқатты түсінді. Жақсылық жасау деген өзіңді құрбан ету емес. Жақсылық жасау деген өз қадіріңді жоғалтпай жүріп, өзгеге мейірім сыйлау. Өзін сыйлай білген адамның ғана өзгеге деген құрметі шынайы болады екен. Ауруханадан шыққаннан кейін бұл үйде бұрынғыдай айқай азайды. Қайыненесі де өзгерді. Бұрын келіннің жасағанын байқамайтын болса, енді әр ісіне назар аударатын болды. Бір күні таңертең Назерке дастархан жайып жүреді. Қайыненесі шайын алып отырып, қызым, отыршы жаныма деді. Үйдегілердің бәрі таңырқап қалды. Өйткені осы сөзді ол бұрын соңды айтпаған еді. Назерке жайлап келіп отырды. Сонда қарт ана келіннің қолынан ұстап, мен өмір бойы келін іздеппін, ал Алла маған қыз беріпті. Тек соны кеш түсініппін деді. Үй іші тып-тыныш болып қалды. Қайын апалары төмен қарады. Жолдасы үнсіз отырды. Ал Назеркенің көзіне жас толды. Бұл сөзді ол қанша жыл күтті десеңізші. Сол күні кешке жолдас алғаш рет әйелінің қасына келді. Назерке, иә, рахмет. Келіншек күлімсіреп қойды. Басқа ештеңе сұрамады. Өйткені кейде бір ауыз рахмет адамның жылдар бойы жараланған жүрегіне ем бола алады. Арада уақыт өтті. Қайын апалары да, қайын сіңлілер де бұрынғыдай емес еді. Өмірдің өзі оларға сабақ берген болатын. Бір күні көрші келіншек Назеркеден осынша жыл қалай шыдадың деп сұрады. Сонда Назерке сәл ойланып, мен адамдар үшін емес, өз адамдығымды жоғалтпау үшін сабыр еттім. Егер олардың қатыгездігіне қатыгездікпен жауап берсем, менің олардан қандай айырмам қалады, деді. Ал өмір бізге бір ақиқатты қайта-қайта үйретеді. Адамды байлығы биік етпейді, лауазымы асқақтатпайды, сұлулығы да мәңгі серік болмайды. Адамды биік ететін оның мінезі, біреудің жүрегін жаралау оңай. Бір ауыз сөзбен адамның көңілін құлазыту оңай. Бірақ сынған жүректі қайта қалпына келтіру қиын. Өмірдің қызығы да осында шығар. Жас күнімізде біз қиындықты жаза деп ойлаймыз. Жылдар өткен соң, сол қиындықтардың бізге сабырды, кешірімді, адам тануды
үйреткенін түсінеміз. Кейде тағдыр адамды бақытты ету үшін емес, дана ету үшін сынайды. Ал дана болған адам бақыттың өзін басқа қырынан көре бастайды.